Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен ИП иесіне төленетін ай сайынғы салық төлемін қалай төлеу жолын көретін боласыздар. Қазір біз декретке шығатын ИП иесінің салығын төлейтін боламыз. Біз ол үшін Каспи приложениясына кіріп, платежи бөліміне өтеміз. Осы жерде штрафы и налоги, платежи для ИП, обязательные пенсионные взносы, бұл бізде пенсионка, КНП 010-ды таңдайсыздар. Период оплатыға январь 2023-ті таңдаймыз. Ин плательщик деген жерге өз иіндеріңізді жазасыз. Ин работника деген жерге өз иіндеріңізді жазасыз. Және де мына жерге 7 теңгені көрсетеміз. Бізде бұл минималка бойынша төлейміз. И копать деп басасыздар. Келесі бізде социальное отчисление. Выберите тип платежаны басып, социальное отчисление КНП 012-ні таңдаймыз. Периодқа 2023 январь. Мына жерде тағы да ИП иесінің иінін, және ин работника деген жерге ИП иесінің иін жазамыз. Және бұл бізде 490 мың теңге, бізде максималды сума социальный отчисленияға. Ол 17.150 теңге болады. 17.150 теңге копать деп төлейсіздер. Келесі бізде взносы. Бұл бізде медстраховка. Выберите тип платежа КНП 122, периодқа январь 2023, иіндеріңізді жазасыздар, және продолжить деп басып, өзі автоматты түрде 4900 теңгені алады. Келесі бізде 2023-те қосылған налоги для ИП. Адрестеріңізді таңдайсыздар осы жерде. Осы жерде адрестер таңдайсыздар. Біздің жағдайда Астана. Выберите тип платежаға, тип платежа КБК 101-202. Выберите УГД. Біздің жағдайда өздеріңіз қай районда тіркелгенсіздер, сол район бойынша таңдайсыздар. Периодқа текущий период, название организация, ИП атын жазасыздар. Иін деген жерге өздеріңіздің иіндеріңізді жазып, налогқа 7350 теңге төлейсіздер. Және оплата деп төлем жасайсыздар.